Баршаңызға ассалаумағалейкум. Алматыда The Rossio концерті өтетіні рас па? Бұған дейін әлеуметтік желіде Алматыдағы Алматы әуендері коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорында The Rossio концерті өтетіні туралы хабар тараған болатын. Алайда концерттік мекеме бұл ақпаратты жоққа шығарды. Әлеуметтік желілерде Ольга Кортункова, Денис Дорохов, Давид Саллаев және тағы басқа комедианттың қатысуымен музыкалық патриоттық марафонның өткізілуі туралы ақпараттарға қатысты Алматы әуендері КМХ баспасөз қызметі таратылған The Rossio баннер афишасы жалған екенін хабарлайды. Афиша күні жарияланған форматы шындыққа сәйкес келмейді. Ресми афиша мен концерттік бағдарламада ешқандай саяси астар жоқ екенін хабарлаймыз делінген ресми хабарламада. Әлеуметтік, ұлттық, рулық, таптық және діни араздықты қоздыруға бағытталған жалған ақпарат тарату Қазақстан Республикасының заңымен қудаланады делінген ақпаратта. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.